Хайстер мен Олжас Тоқыбай достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай анимация жасайтынды үйрететін боламын. Каналдағы ең көп қойылатын сұрақтардың біріне бүгін мен жауап беретін боламын. Бір айтар, мен бұны бет сценарий жазып отырмын, сондықтан арасында тупик ететін болады. Сондықтан заранее кешірім сұрақ қоямын. Так, ал бастайық. Так, мен келген соң қалай анимация жасайтынды сұрайсыңдар. Бірінші бізге 3 өте қажетті заттар. Ол бізде біріншісі компьютер, өте мощный болған дұрысырақ болады, но слишком емес әрине. Егер де монтаж сәтінде керекті заттар өшіп қалса, монтаж бітіріп тұрып бәрі жоғалып кетсе, ол көтің ашиды және ары қарай мультик жасауға желание болмай қалады. Екінші зат ол бізде графикалық планшет. Менікі ол Xpeng Star 0 және машин бәленбай жыл қызмет етті, бәленбай ақша әкеліп бұл маған. Бәленбай мультик жасадым, осымен өз ақшасын ақтады. 20 000 бағасынан осындай планшеттер табуға болады, енді кішкентай дәу без разницы. Ең бастысы бастапқыға өте жарайтын планшеттер тапсаң болды. Үшіншісі ол бізде шабыт, желание. Егер осы заттар сенде болмаса, онда ертең осы мультик жасауға желание болмай қалатынына гарантия беремін мен. Ал жарайды. Ал енді осы компьютердағы бізге керекті программаның бірі, ол анимация жасау барысында монтаж және дыбыс жазатынға өздерің шешесіне қайсы ыңғайлы, қайсымен жасасыңдар. Анимацияны бәріміз бір программамен жасаймыз. Ол ең ыңғайлысы жастарға және де новичоктарға ол Adobe Animate. Мен уже бастап қойдым, яқта уже кейіпкер салып қойдым. Енді өздерің білесіңдер, қайтып саласыңдар, өз стильдеріңді білесіңдер. Бұл менің кейіпкерім, бұл менің стилім, өзіме ұнайды четко. Осы кейіпкермен мен сіздерге қалай анимация жасайтынды көрсететін боламын, өзім қолданатын тактикаларды, заттарды, және де осы айтқандарымды өздерің қолданып, өздерің мультик жасай берулеріңе болады. Жарайды, бастайық. Бұл бізде Animate программасы, өткен видеода мен айтып өткен болдым, бірақ ол уже 1 жыл бұрын шығып кетті. Уже таңғалып тұрмын, уақыт тез өтеді екен. Жарайды. Программада файлды басамыз, және создать кнопкасын басамыз. Осы жақта бізде ең маңыздысы Full HD кнопкасын басуымыз керек. Мен тупой бір рет мынаны HD-ді басып қойып, 1280-ді 720p-дан ашып, Азамат Тұрсынбайға мультик саған болатын жейді. Өте жаман сапада оқып қалды, сондықтан кешірім сұраймын. Егер көріп отырсаңдар, если что. Сонда Full HD-ді басамыз, 1920-да 1080p. Сызатты басамыз, болды, мен яқты уже бар ол, ашып қойдым. Бұл жерде 3 маңызды жерлер бізде, ол бізде мынаяқты инструменттар. Яқта бізде инструменттар тұрады, сызатын, анау мынау. Кейсті басамыз, и сразу мынаяқтан использовать нажим деген шығу керек. Осыны басамыз. Және де бізде графикалық планшет 100% жасауын бастайды. Бірақ бұл шықпай жатса, онда сендер өздерінің графикалық планшеттерінің драйверін орнатып алуларын керек. Без него никак, а то істемей қалады. Бұл маңыздысы. Мына жерде бізде свойства, осы жақта біздің инструменттардың настройкалары болады. Осы жақта біз регулировать етіп, өзіңізге ыңғайлы қойуымызға болады. Мына жақта мысалы 4 бұрыш қылып, бүйтіп істеуімізге болады, необычно болады деп, мен өзімді оңайлық қолданамын. Астында бізде таймлайн, кейіпкерімізді әр слойға салған дұрысырақ болады. Мысалы бізде мына жақта бір қол, мына жақта торс, дене және де аяқтар. Мына жақта мына қол бар. Мына өздерің көріп тұрсыңыз, выделитель болатқан. Мына шетте бізде бас және де мұрын, бет, анау көздер, ауыз сондай. Әр слойға салған дұрыс. Мен бұрында бәрін бір слойға салатынмын және ол өте қиын. Ал қазір бәрін бір слойда, бұның бәрі өте ыңғайлы екен. Қазір көрсететін боламын не үшін екен. Шатасып отырмын. Так, давайте анимация жасауды бастайық. Мына жақта таймлайнда біз мына жақта таңдаймыз және де FPS кнопкасын басамыз. Бізде анимация, мына жақта кадрлар үлкейеді. И анимацияның қаншалықты секундтар көрсетіліп тұр, қанша секунд, қанша минут болатынын көрсетіледі. Жақсы, давайте бастайық. Кейіпкерімізге давайте бір обычненький бәріміз өзімізді өйстіп оқиғамызды айтатын анимацияларды қолданатын анимацияларды жасайық. Давайте қолын көтерсін кейіпкеріміз. Қолын таңдаймыз. Давайте мына қолын, арғы қолын, мына қолы. Осы қолын анимациясын жасайтын боламыз. Мен қалай жасаймын? Әшейін бүйтіп көтере саған, ол бір түрлі болып қалады. Сразу қолданады, кейіпкеріміз дайындалып істеген дұрысырақ болады. Бірінші басамыз, F6-ны басамыз, сәл-пәл бүйтіп мына шетке келеміз. Примерно осынша жеткен ойлаймын. F6 және ортасына создать классическую анимацию движения. Сәл-пәл қате айтатын болады. Сондықтан кешірім сұрақ қоямын. Басамыз, мына жақта бізде фиолетовый болып кетеді. Мына жақта эффекттан әрине соншалықты байқалмайды. Мына жақта is on out'ты басамыз, және цирс или цирк проблемный айтып. Басамыз. Және мына жақта кейіпкеріміздің қолын сәл-пәл былайынан қозғалтамыз. Косяктар
косяк қой ма. Бір косяк шығып қапты, өшіре саламыз. Так, қайтып. Классическую анимацию довершения. Сенс. Және мынаны сәл-пәл бүйтіп жылжытамыз. Кейіпкеріміз қолын қозғалтады. Және де мына біз ең соңғы кадрында F7-ні басамыз және қолды өшіріп тастаймыз. Енді мына біз новыйдан көтеріп тұрған қолын саламыз кейіпкеріміздің. Салу өте қиын. И осы сәтте мен оп-оңай қайтып өшіріп отырмын десеңдер, мен осы программада бәрін стопудап 100% қолданатын кнопкаларды басып отырмын. Ол бізде Ctrl-Z және Ctrl-Y. Ctrl-Z ол бізде не? Мысалы біз косяк сатып қойды деп ойлайық. Косяк, мынау бізде типа косяк. Бұл косякты біз оңай өшіруімізге болады. Бүйтіп өшіріп отырудың қажеті жоқ, Dl-ді басып жоқ. Ctrl-Z бассақ ол бізде өшіп қалады. Өте ыңғайлы. Бірақ оказывается ол бізде косяк емес екен, оны қайтарғым келеді, біз Ctrl-Y-ды басамыз. Опа, міне ол қайтып келді. Ыңғайлы. Қолын бітіре салайық, давайте. Байқап тұрық, мен әдейі қате салдым. Мына жақта кейіпкеріміздің қолы шидау болып тұр. Мынау сияқты болмай тұрды. Бұны қайт жөндесек болады. Өшіріп отырамыз да, бір жөндеудің амалы болады әрине. Мына жақта басамыз. Инструмент свободный преобразование басамыз. Қайта айтып қойдым жарайды. Ctrl-ды басып тұрсақ, бізде Ctrl-ды басып бүйтіп жылжытсақ, кейіпкеріміздің қолы деформацияланып өзгере бастайды. Және бүйтіп өзгертуімізге болады. Міне уже әдемірек болып қалды сәл-пәл. Өстіп қолдана берейік. Слишком кішкентай болып қалды ма деймін. От енді нормально болды. Енді әдемі болып қалды. Кейіпкеріміздің қолын өстіп қисайтамыз және қайттан өстіп бағанағы движенияларды жасаймыз. Мысалы классическую анимацию движение және ең ортасына тағы да F6-ны басамыз және де кейіпкеріміздің қолын сәл-пәл бүйтіп қозғалтамыз. Опа, міне. Дайындалып келеді да, қолын бүйтіп майыстыр. Көрдің, ортасында анимация жоқ, бірақ өте әдемі көрінеді. Міне. Тағы да давайте анимация жасап көрсетейін сендерге. Мысалы, екі слой. Так. Кейіпкеріміз типа мына сәтте бүйтіп күлсін. Типа, қайсырмен олжас тоқыбай деген әңгімені айтсын типа. Бетін өшіреміз, F7-ні басамыз. Және де мына новыйдан бетін саламыз. Типа сөйлеп тұрған бетін. Қуанып сөйлеп. Амандасып тұрған. Бірінші обязательно бетін сауаламыз. Қазір көресіңдер. Опа. Қате болып қалды мұн. Көзін саламыз және ауызын. Тасын саламыз. Тілін. Және зрачкосын. Зрачки. И бәрін бояп слойды өшіріп тастаймыз, а то соған тиіп қарайып кетіп жатыр. Ctrl-Z и міне кейіпкеріміз дайын. Қолын көтерген сәтке бүйтіп апарамыз. Қолын көтерген уже бүйткен сәтіне басында выделить етейік. Давайте екеуін таңдаймыз былайынан бірге. Екеуі де таңдалып тұр. Және де сәл-пәл басын бүйтіп майыстырамыз. Вот енді қайтып мынандай классический анимацияны қосамыз. F6 және тағы да сәл-пәл майыстырып қоямыз. Міне, қараңдар, өте әдемі шықты. Опа, енді мына сәтте уже қолын қайтып мына қолын төменге түсіп, мына қолын көтеріп, басын қайтып орнына әкелдіріп істейік. Давайте өте әдемі болу үшін, сәл-пәл анимация қосу үшін. Мына қолын қайттан, мына дәл мынау анимация, бірақ керісінше. Қазір көрсетемін. Классикалық анимация. Так, цинт па сондай, сайн таулар берейік. Қолын түсіреді кейіпкеріміз. Мына сәттен F6-ны басып, мына кадрды ала саламыз. Ала беруге болады. Классикалық анимация. Бүйтеміз, қайтып ішіне кіргіземіз и міне қайтып қолын көтерді. Енді мына қолымызға көтеріп тұру керек. Сәл-пәл бүйтейік. Бір естеп қалмау үшін. Дәл анау анимацияға бұлда. Мына қолын сәл-пәл қозғалтамыз.
насатын өшіреміз, ана эффекттан сансит қосамыз. Және давайте бұнда давайте керісінше мына өз-өзінің мензесін деп. Бұлай емес, қолын бұлайынан әкетсін. Вот осылай. И қолын оның несіне қойсын. Вот. Ну, енді сәл-пәл кривой. Ебать кривой ол. Мына сойдет. Енді бұл қолын да бүйтеміз и анимациясын қосамыз и міне. Мына қолы түсіріп атады, мына қолын көтереді және өз-өзіне меңзейді. Простой болмау үшін давайте тағы бір анимациясын қосып жіберейік. Ол бізде мынандай. Тағы да бетін өзгертеміз. Классикалық анимация және де жоқ, керісінше кейіпкерімізді басын бұлайына майыстырамыз, қайтып орнына и бұлайынан бүйтеміз. Все. Қолын көтерді. Осындай анимация шықты. Егер де бірдеңе түсінбей жатсаңдар, айтыңдар, үйрететін боламын. Мысалға бір нақты инструменттер қайып жұмыс жасайтынын үйрете аламын, анау-мынау. Библиотека мысалға от маяқта, оны көрсете аламын. Егер қалсыңдар, әрине комментарийға жазып кетіңдер, қуана үйрететін боламын. Ал осымен мен де аяқтайын. Сенімен болған мен Олжас Тоқыбай достар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.